Ары қарай жалғастырамыз. Мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз орта қалыптастыру уақыт күттірмейтін мәселе. Бүгінде облыс аумағында осы уақытта жүйелі жұмыстары жүргізіліп, өз нәтижесін беруде. Жуырда Қызылордаға бірінші топ мүгедектеріне арналған электронды кресло арбалар жеткізілініп, өтініш білдіргендерге табысталуда. Бақытгүл Қосаева бала кезден бері арбаға танылған жан. Бірінші топ мүгедектігі тағдырға мойымай, өз қатарластарынан қалмауды жөн санап, программист мамандығын бойынша білім алады. Кейін ұзақ жылдар бойы Ұшқын қоғамдық бірлестігінде жұмыс жасап, нәпақасын тауып келген. Бүгінгі күнге дейін механикалық арбамен қатынап келген ол. Көптеген қиындықтарға тап болғанын айтады. Өткен жылдың соңына қарай аймақ басшысының қабылдауында болып, Нұрлыбек Машпекұлына өтініш айтып, заманауи арба сұрастырған. Сұрауға жауапсыз қалмай, бүгін міне жаңа арбаға мініп көзайымда болып отыр. Қашанғы ата-анамызға, жеке көмекшіге қарап отырамыз деп, осы өзім олар жұмыста кезде, басқа кезде қол тимей өзім далаға сүйрендеуге, болашақта алдағы уақытта өзімнің алған диплом бойынша жұмысқа да шығуға осы электрический колясканы сұраған болатынмын. Осы жаңа жылдың қарсаңында 27 желтоқсанда облыс әкімі Нәлібаев мырза қабылдап, осы электрический колясканы спонсорлықпен маған алып берді. Ол кісіге көп рахмет, Алла разы болсын. Облыс басшысына үлкен алғысымды білдірем. Бүгіннен осы ғана қолым жетіп, керегіме әлде қайда жарайтынын біліп түсініп қуанып тұрмын. Бұл заманауи қондырғыларды аймаққа Дос ортопедия компаниясы жеткізіп отыр. Қытайдың бірнеше беделді зауыттарында шығарылатын арбалар көптеген мемлекеттерге экспортталынуда. Елімізде қолға алынған әлеуметтік жоба аясында Қазақстанның бірнеше қалаларына жеткізіліп, сұранысқа сай мүмкіндігі шектеулі жандарға табысталуда. Дос ортопедияның артықшылығы бұл жерде коляскалерді таңдаудағы көптеген түрлері бар. Яғни активный коляскалер бар, электроприводный коляскалер, яғни тоқпен жүретін. Одан бөлек қазіргі таңда балаларға арналған коляскалердің түрлері өте көп. Қазіргі таңда ата-аналар көптеп осы балаларына ыңғайлы коляскалерді іздеп жатады. Дос ортопедияның артықшылығы, егер таңдаған жағдайда мүгедектігі бар жан арбаны біз осы облыстық мүгедектер қоғамы 3 жылдық кепілдік беріледі, яғни осы 3 жылдың ішінде тегін жөндеп береміз. Былтырғы жылда бізде 10-ның үстінде өтінім келіп түсті. Осы жылдың басында, осы қаңтар айында 2 заявка қазіргі таңда келіп түсті. Ол қаралып, уже таңдалып, қазіргі таңда осы почта қызметі арқылы үйлеріне тегін жеткізіп береді. В городе Қызылорда мы уже с прошлого года открылись. Біздің компаниямыз Қазақстанда 6-7 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Арбалардың 40-қа жуық түрі бар. Қызылордаға келгенімізге 1-2 жылдың жүзі болды. Сыр еліне арбаның 5 түрін әкелдік. Мұнда келушілер барлық коляскаларда таңдап алады. Егерде ақаулары болса, мамандардың көмегіне жүгіне алады. Бүгінгі таңда аймағымызда 32 мыңнан аса мүгедектігі бар адам тіркелген. Оның 18%, яғни 5961 кәмелет жасқа толмағандар. Ал арбаға танылғандар саны 1000-ға жуық. Бүгінде әлеуметтік осал топқа жататын жандарға мемлекет тарапынан қолдаулар көрсетіліп, бірнеше жобалар жүзеге асуда. Бүгінгі шара соның бір парасы болса керек.